Достар, ойлап қараңыз, жалпы біз бүгін Free Fire'дан Пәкістанның жалпы региондамыз. Так, мына жерде көрейік бізде. Яғни бұл жақта тек біз Индия тілін таңдап қана кіреміз. Жалпы енді алдағы видеоның жалпы бірінде егер біз Пәкістан регионына саяхат жасаған кезде мен жалпы бұл регион қалай кіретінін көрсететін боламын. Ал ендеше бүгін біз не істейміз? Біз бүгін жалпы видеоның тақырыбында көріп тұрғандай Пәкістан региондағы ең қымбат аккаунттарды, яғни ең донатты көп салынған аккаунттарды қарайтын боламыз. Ал ендеше оны қарау үшін ең әуелі біз әрине праймға кіріп дәл осы жерден таблицаны қараймыз. Мына жерде жалпы бізде осы айда салынған екен. Бірінші орынның адам көзі 121 мың алмас салған екен. Ал бізге бұл емес, бізге ең басты нәрсе не? Ол әрине бүкіл уақытта салған жалпы праймның таблицасы. Ал енді көрейік. Бізде ойлап қараңыз, жалпы Пәкістан регионында өзінде бірінші орынның өзі 4.018.268 алмас салған. Ойлап қараңыз, почти 5 миллионға таяу ақша, 5 миллионға таяу алмасы дәл осы аккаунтқа так for Салео деген бір жалпы бала салған екен. Бұл жерде көріп отқандарыңдай бұның праймның уровені түсіп кетті. Бұл енді ең ескертетін жағдай, бұл қанша осындай алмас алып бұның яғни қалай прайм түсіп кетеді. Бұл мынандай нәрсе шыққан бізге жалпы егерде айына кем дегенде 100 алмас салмай отырсақ, біздің праймымыздың жалпы уровенін түсіре береді екен Гарина. Ал ендеше бұның аккаунты ойлап қараңыз 73 уровен 32.283 лайк бар екен. Нәтижеде праймы 6 бір ойланыш бірінші орнына тұрса. Ал бұны екінші орында ешқандай нәрсе қоймаған, астына міне өзі бір сөз жазып қойып, енді мен бұл нәрсені жалпы түсінбеймін. Так, егер түсінетіндер болса, енді жалпы аударып оқып көрсеңдер болады. Ал бұның гильдиясын көрейік. ETZ Legends деген бір гильдияда екен. Так, бұл кімнің гильдиясы екен? Так, бұл бізде пайда бір қыздікі дейді. Жоқ, қыздық емес, баланы екен ғой. Бат шақ деген жалпы бір осы баланы екен. Дәл осы жалпы баланың лидері екен. Ал ендеше жалпы бұл регионы давайте көрейік. Бізде осындай жалпы 3 саттармен екен. Енді мұна М40-ті нағыз олттар бет. Егер сендердің аккаунттарының осы М40 болатын болса, енді сендер нағыз олтсыңдар. Давайте осы видеоның комментария жазып берейікші, кімде бар жалпы осы М40. Ал енді келесі бізге әрине мынандай парафалдың анимациясы, яғни эмоциясы ма сондай бір зат, жалпы дәл осындай Скорпионның дравашарына екен. Әрине бұл қолға алсаңда осындай үлкен өте әдемі жалпы драваш, қолына скар ұстапты. Ойлап қараңыз, ендеше бұл бала яғни бұрын аккаунты донатты көп салған, бірақ кейіннен салмай кеткен екен. Ал енді бұның жалпы аккаунтына қазір салған алмазына қарап енеспек теңгемен шаққан кезде 19.673.072 теңге саны. Ойлаңдаршы, почти 20 миллионға таяу ақшаны дәл осы аккаунтқа салған екен ғой. Сонда бұл бала бұрын соңды бір сұмдық бір донатер бала болған екен. Ал бізде екінші орында тұрған бала, яғни қазіргі нигі мистер Ахмет дейді. Так, енді бұның жалпы қазіргі салған алмазы 4.591.992 алмас салыпты. Ал бұның профиліне көрейік, жалпы бұның аккаунтының уровені небәрі 72 уровен, 25.440 лайкі бар екен. Ал бұның гильдиясының аты Team Afridi деген гильдияда екен. Ал енді ойлап қараңызшы достар, мына жерде бұл бүкіл эволюцияларды түгелмен көшіріп тастаған ғой. Бұлай мынаның сетіне қарап, бүкіл эволюцияны көшіріп тастаған ұқсамайды, бір максимум 2-3 эволюцияны көшірген сияқты. Бірақ екінші жағын ашып қойса, бүкіл эволюцияларды көшіріп тастаған екен. Қазіргі уақытта жалпының ранкі алмас 3 екен, ал рейтингтен 5 жұлдызды мастер, яғни 5743 очкосы бар екен. 8-ші уровень прайм, еще так мына жерде, яғни көк значок деген бұл бала ойынды көп ойнайды екен. Ал бұл баланың список жыланса қарап отқандай, осы звук, мен бұл звук жалпы осындай екен, не? Осындай звук екен, көрдіңдер ма? Жалпы мен алдында бір список жыланын көрсеткенде осы звукты көрсеткен болатын, бірақ ол жерде бізде сөйлеген жоқ. Және де осындай жалпы эмоцияны армандайды екен. Ал енді бізде, так, біз келесі көрейік. Бізде, яғни бұл бала, осы кезгенің Ахмат деген бала аккаунтына теңгеме шаққан кезде еспейтін болсақ, 18.367.968 теңге саңа ойлаңдаршы.
аккаунтта 18 миллионнан астам ақшаны дәл осы аккаунтқа салған екен. Былайша қарап тұрсақ, ондай қатты көп ақша кетпеген сияқты, бірақ осыншама жалпы ақшаны дәл осы аккаунтқа салған екен. Ал енді біз келесі орнына тұрған игрок қарсақ, так, Сулайма деген бала екен. Бұл яғни топ 3-ке кірген бала. Бұл да аккаунтына 4.502.625 алмас саған екен. Так, бұның жалпы аккаунтын көрейік. Так, бізде не аккаунт екен жалпы бұның аккаунты? Ойлаңдаш, аккаунты не бәрі 65 уровень. Бірақ мына жерде бізде бұл рейтингтан 4 жұлдызы мастер екен. 5452 очкосы бар, ал рангтан көрік, рангтан алмас 4 екен жалпы. Ойлаңдаш, дәл осының бірақ праймы, яғни алмас салмаған үшін екінші уровеньге дейін түсіп тастаған ғой. Қалай, ал лайкы 18472 лайк бар. Екінші жағын көріп отқандарында, яғни олд киімдерді қойған екен. Ал чөті бұл алмазын қалай 4,5 миллион алмазы бұл қайқа ортқан екен. Неше біз бұның пропозициясын көрейік. Көріп отқандарында жалпы бояқ пропозиция көп ойнамайды екен. Элитинде көп ойнамаған, сонда бұл осыншалықты алмазды жалпы қандай нәрсеге құртқан? Сендердің ойларыңша жалпы не нәрсеге құртқан деп ойлайсыңдар? Так, гильдиясының аты Royal Prime дейді. Так, бұл кімнің гильдиясы екен? Бұның лидері, так, осындай Альфа деген бір бала екен. Жарайды, бұл бізге маңызды емес. Ал бұл жалпы бағаны спешиалность көндір ма? Жалпы мынандай жалпы заттарды армандайды екен. Спешиалность көріп отқандарында жалпы мына жерде енді мен бұл заттарды көрсеттім, бірақ мына жердегі бай күшті заттарды қойған екен. 100-ші уровендікі, 90-ші уровен стенкс дегенді, мынандай эмоция деген сияқты күшті жалпы заттарды қойған екен. Сонда бұл сендердің ойларыңша, давайте жігіттер, қыздар, осы видеоның комментариясына жазып кетейік. Бұл жалпы не нәрсеге үшін, жалпы ақша сонша алмазы қандай нәрсеге құртқан екен? 4,5 миллион алмаз деген ол енді аз емес ол. Ал ендеше жалпы бұның аккаунты осы уақытқа салынған жалпы алмазын теңгемен есептейтін болсақ, бұл да яғни алдыңғы игрокқа өте жақын екен. 18 миллион 10.500 теңге саған екен аккаунтына. Ойлап қараңдаршы. Бұл аккаунтқа қарап тұрсаң, ондай ақша кетпеген сияқты. Сонда бұл қайындай нәрсеге құртқан екен? Сонша жалпы алмазды ақшаны қандай нәрсеге құртқан екен? Ал жарайды, мақұл, біз келесі жалпы игрок тек. Бұның жалпы аккаунтына бізде 4-ші орында тұрған игрок аккаунтта 4.214.405 алмас саған екен. Бұл әрине 8-ші уровень прайм екен. Көрдіңдер ма? Міне, осы міне нағыз праймды көтеретін бұлай алмазына сәл стойттау аккаунт тем алдыңғыларға қарағанда. Аккаунтта қазір ота 79-ші уровень, 30.749 жалпы лайкі бар екен. Так, гильдиясының аты Demolishers деген ба гильдиясы бар екен. Так, бізде аватаркасына, яғни лидері 6-ші уровенің годовщинесінің аватаркасын қойған екен. Ал бұның екінші жында көндір ма? Бізде 3 эволюцияны фул көтеріп таған, 3 так мынандай олд заттарған. Жоқ, 3-4-5 эволюцияны қойып қойып. Негізі бұның аккаунтында қателеспесем, бұдан да көп эволюциялар болуы мүмкін. Мүмкін өзіне осы астындағы 4 оружие қатынайтын болар. Ал бұның қазір уақытта так бізде так рейтингтан 5714 очкосы бар, ал рангтан бронза 1 екен. Яғни бұл бала мүлде ранг ойнамайды екен, көбінесе рейтинг ойнайды екен. Ал бұның списогында қарап отқандары осындай жалпы заттар бар екен. Так, бізде Рамадан деген стенкісі, енді бұл бізге бұл білмедім, шықты ма шықпады ма. Егер давайте жігіттер, қыздар, осы видеоның комментарий жазып кетейік. Жалпы осы стенка бізге шықты ма шықпады ма? Мен чөті мына стенкіні бірінші рет байқаптым, бұрын сонда байқамады. Ал енді мына заттарды біз жалпы білеміз. Біздің регионда бар жалпы бұл заттар. Ал ендеше бұл 4-ші орында тұрған игроктың жалпы аккаунтына құртқан ақшасы енді 16.857.620 теңге. Ойлаңдаш, осыншама жалпы ақшаны аккаунтына сала саған екен. Сонда бізде Пакистан регионында жалпы ең донатер игроктардың бар болғаны ғой. Ал енді біз келесі 5-ші орында, яғни топ 5-ке кірген игрок, бұның жалпы аккаунтына 3.683.568 алмас саған екен. Ал бұның нигі қазір ота Анзу Суи деген болсын бір ник екен. Аккаунтын көрдіңдер ма? Аккаунтын көрдіңдер ма? Әдемі,
76 уровень жалпы 35313 жалпы лайкы бар екен. Ал рангтан біз 8 жалпы не болған? 8 рет мастер, жоқ, 8 звезда, 8 звезда мастер. Рейтингтан эксперт 2 жылдыз екен. 7533 очкосы бар. Ал біз бір лайк басы, екінші жаңа көргендерінде осындай жалпы значоктар қойған екен. Енді бұл біздің тіліміз емес. Сондықтан біз бұның жалпы қандай екенін примерно мынау 6 уровеннің годовщинесінің көптігі. Ал енді біз көрейік медалдарын көріндіре ма? Ема бүкіл пропусктарын медалдан ашып алған ғой. Так, бізде пайди бастапқы примерно 1 жыл, бір жылдан ішінде 1 жылда бастапқы ойын бастағанда, мынау 8-ші пропусктан бастаған. 1 жылда бұл 4 пропуск медал ашқанда, жоқ 5 пропуск, одан кейін дальше бізде осы ниндзя пропусктан бастап ешқандай пропусктарды жібермей жалпы ашқан екен жалпы. Так, астында бір заттар жазып қойыпты. 8-ші уровень годовщина, 8-ші уровень прайм дейді. Осындай жалпы список желаниясына жалпы осындай заттарды армандайды екен. Енді мынаны енді нағыз ұлттар біледі. Егер де осы жалпы ненің фоны білетін адамдар болатын болса, осы видеоның комментариясына жазуды ұмытпайық. Енді жалпы бұны біледі. Және де мынау мен мынау жалпы мынау ненің аватаркасы, мынау ненің фоны. Давайте осыны жазып кетейік. Ал ендеше бізде P90-ға, короче, мынандай скин жалпы армандайды екен. Астында көріп отқандай Sakura хип-хоптарды и бізде мынандай жалпы звуктарды. तुमसे ना हो पाएगा, तेरा भाई संभाल लेगा। अरे वाट लग गई, स्वागत नहीं करोगे हमारा? Көрінді ма? Осындай жалпы звуктар бар екен. Мен енді мынаның ішінде бірінші соққан звуктары мен бұрын сонда жалпы болады есімеппін. Бірақ бұл звуктардың бір жаман жері, біздің регионға ести список желания қосатын болсақ, бұлар әрине бізге естілмейді. Өйткені бұл тек осылардың регионына арналған звук. Ал ендеше бұл енді 5 орында тұрған игрогымыз жалпы аккаунтта салған ақшасы теңгемен шаққан кезде 14 миллион 734 мың 272 теңге. Ойлап қараңдаршы, почти 15 миллионға таяу ақшаны дәл осы бала аккаунтына салған екен. Ал ендеше біздің 6-ші орында тұрған игрок көріп отқандар, бұл енді амонинге қойған енді біздің тілімізден тұрғанда. Ал енді бұның профиліне кірмесе де біз примерно құртқан ақшасын есептейтін болсақ, 12 миллион 764 мың 168 теңге екен. Бұлайынша бұл профилін білім не мақсатта жасырғаны, бірақ осыншама ақшаны, бірақ бұны аккаунтқа салдың жалпы 12 миллион 700 мың ақшаны бір аккаунтқа салдың өзі байша жалқы деп ойлаймын. Сендердің жалпы ойларын қалай ойлайсыңдар жалпы. Ал бізде келесі 7-ші орында тұрған игрок бұл аккаунтына 3 миллион 175 мың 922 теңге 22 алма жалпы салған екен. Ал ендеше бұл игроктың жалпы профиліне кіретін болсақ, бұда бізде 67-ші уровень, еще бізде 8-ші уровень праймде 21810 жалпы лайкы бар екен. Ал қазіргі уақытта рейтингтен 4540 очкосы бар. Ал рангтан 2 звезда жалпы, ол 2 звезда алмаз. Алмаз екен, ма бүкіл эволюцияларды көтеріп тастаған ойлаңдаршы аккаунтында. Еш қайсысын жібермеген ғой. Енді бұндай алмаз алып бұл эволюцияны көтермеген негізі қате деп ойлаймын. Ма пропусктарын көрдіңдер ма? Мына жерде мысалы 13335 жалпы медал сатып алған. Ал мына жақта 5321 медал, мына жақта 3330 медал, мына жақта 1500, 1300, 1200, 1300 медал сатып алған. Ал мына жақтардың өзінде қарап отқандары ең бірінші жалпы бояқ пропусктың өзі 1340 медал. Ал одан кейін 4010 медал, мынада 1334 медал. Мынада көріп отқандар білмеймін, даже айта алмайтын, мынау банша көп сатып алған екен. Бірақ жалпы ойынды бастаған, но элитниде көп ойнамаған екен. Қарап отқандарындай элитниде, яғни кеш деу бастаған аяқ жанағар көп деген медалдарды сатып алған екен. Қазір уақыттарда енді соңғы 1 жылда ойында қатты ойнап жүрген жоқ екен. Өткені көріп отқандарындай не бәрі бізде еш пропуск, примерно бір 6 пропуск, бір жылда тек 6 пропуск, яғни біреуін ашып, біреуін ашпай қалған сияқты осылай пропусктарды сатып алған екен. Ал ендеше бұл баланың список желаниясын көретін болсақ, жалпы осындай заттарды армандайды екен. Енді бұл заттар бұл бізге шыққан жоқ, енді шығып мынандай заттарды не көріп отқандар көндірі. Яғни бұл қолдың сурет тұратын бұлардың регионда емес. Бұл басқа регионға шыққан заттар. Міне мынандай анимацияларды, жалпы бұл анимация біз білеміз. Бізде мына шыққандардың барлығын егер шықпағандардың өзі мен көрсеткен болатын. Енді мына заттарды көрсетпедім бізге. Так, бұлар енді бізге шығып кетті. Енді алдағы уақытта видеоларда көрсететін боламын. Так, көріп отқандай мынандай аватаркалар бар екен. Бұл бізге шықпаған.
Так, мына заттар так мынау шықпаған, мына заттар енді бізге бұрын сонда шыққан, мынау шықпаған болу керек по идее біздің регионға. Ал ендеше бізде бұл Хунтер деген игроктың жалпы аккаунтына салған ақшасы 12.703.688 теңге сағанға ойлаңдаршы. Бұл почти бізге жаңа 6-шы орынға тұрған игрокқа өте жақын, небәрі аралары 60.000 теңге. Енді біз үшін нормальный ақша 60.000 енді, бірақ бұлар үшін кәдімгі ақша емес сияқты, өткені қарап отқандарындай арасы енді екеуде 12.700.000 теңге ақша салған екен аккаунттарына. Ал бізде жарайды келесі орында тұрған игрок, бұның жалпы аккаунтына қазіргі уақытта 3.102.675 алмас саған екен. Бұның нигі так бізде алдыңғы неге ұқсайды екен. Так, Рига Хамз дейді. Аккаунт көріп болсақ, 89-шы уровень аккаунты. Ойлап қараңдаш, 79.203 лайк бар. Қарап отырсаңыз, сетін қарасына бай, сетін қарапайым киінеді екен, тек аузы маскасы өте керемет, еще қолында Скар эволюция, яғни мегалодонды до конца көтеріп тастаған екен. Астына бір сөз жазып қойыпты, ал өзінің неразивадасымен 108 күн болған екен тұрғаны. Еще келесі жағын көріңдер ма? Бұл не только аккаунты көп, еще мына жерде бүкіл эволюцияларды көтеріп тастаған ғой. Яғни бұл аккаунтпен ойнаудың өзі кәдімгідей арман секілді ғой. Бұның қазір өзі бір гильдияда екен. Так, Покиес деген гильдияда екен. Так, лидерін көрек, лидерін қарды. Лидерінде Сакурада хип-хопта бар, көріндір ма? Еще 3-ші пропуста бар, 4-ші пропуста бар, еще бізде стимпанк бар. Яғни бұның лидерінің өзі анау-мынау емес, өте керемет жалпы игрок. Еще бұл ойынды көп ойнайды екен, өйткені мына көк күмбек значок тұр екен. Ал бізде Хамз деген игроктар дәлсінде көп ойнайды ойынды. Қазіргі уақытта бұның ранкі 3 звезда алмаз екен. Рейтингтан 2 жұлдызы мастер 3985 очкосы бар екен. Ал біз бұның жалпы список желанысын көретін болсақ, ешқандай жалпы зат жоқ екен. Яғни бұның аккаунтында барлық заттар түгелмен болғаны ғой. Енді бұның ешқандай армандайтын заты жоқ, тек қана аккаунтпен ойнап жүре берсе жалпы болады негізі. Ал ендеше бұл 8-ші орында тұрған игрок жалпы аккаунтына 12.410.700 теңге саған ғой. Ойландаш. Бізде алдыңғы 7-ші орынмен арасы 300.000 теңге екен, ойландаш. Аккаунтта арайық екеуінің жалпы құртқан ақшалары 300.000 теңге. Енді пайда екеуде 12 миллион, біреу 400.000, 12 миллион 700.000. Ойлап қараңдаршы. Ал енді біз келесі жарайды орында еткен игрогымызды қарайық. Бұл игрок жалпы 9-ші орында тұрған игрок, аккаунтта 3.33.151 алмас саған екен. Нига Flexo деген неге екен. Ал ендеше бұның профиліне кіретін болсақ, бұлда 80-ші уровень. Еще ойландаш, аккаунты тене бойға кетіп қалған ғой, 38.962 очкосымен. Дәл осындай аккаунт ойландаш, әдемі аккаунтты еще неразивадасын жалпы 1800 очкойден до конца көтеріп тастаған. Так, Руль Эрс деген бір гильдияда екен. Так, біз бұның көрек, лидері кім екен? Лидері дәл осы бал екен. Так, лидерін көріп отырсақ, так, бізде мына жерде міне грантқа жалпы жеткен екен. Соңғы неше 400-де грант мастер болған екен. Осы бағының жалпы лидері. Ал так, лидеріне біз бір лайк басайық, аккаунтта 77.920 жалпы лайк бар екен. Ал міне мынау жалпы өзінің жаңа гильдиясындағы игрок. Бұның екінші жағынан көріп отқанда ешқандай зат жоқ екен. Ал ендеше бұның список желаниясын көретін болсақ, міне осындай жалпы заттар бар екен. Мына звуктар бізге естілмейді, не үшін естілмейді? Өйткені бұлар мен айтып кеткенде жаңағыдай басқа региондағы заттар. Еще так, бізде мынандай жалпы анимацияны енді біз бұны білеміз, бізге шықты. Так, мынандай жалпы енді мына зат бізге енді шығады. Бұл что-то мынау не зат, мынау өзі. Короче, мынау Skyjet, дәл осындай біз Skyjetпен шығамыз. Еще бізге де шығады осы кезде. Өткен бізге қазіргі уақытта Itachi мен коллаборация болатыр. Бізде мынандай жалпы заттар армандайды екен. Енді так, мына зат бізге қазір пропуста тұр. Бұл жаққа пайда әлі шықпаған сияқты. Міне жалпы осындай тағы заттар бар екен аккаунтында. Так, жалпы спешиалнысы осындай жалпы заттар. Так, мынандай олд футболка бар екен. И мынау әрине екінші сезондағы мастердің футболкасы. Бізде бұл пайда осы игрок жайып енді бұл жалпы аккаунтына жалпы салған құртқан жалпы ақшасы 12.132.604 теңге.
ойлап қарашы, осыншама ақшаны дәл осы аккаунтқа салған ғой. Ал бізде келесі орында тұрған, яғни топ 10-ға кірген игрок, бізде ол последний игрок, бұның жалпы аккаунтында қазір 3.20.543 алмастаған екен. Ал бұның профиліне кіретін болсақ 81-ші уровень. Еще так, бұл бізде 43.491 лайка бар екен. Так, лидері, так, гильдиясы рульдер брейкер деген осы бір гильдияда екен. Қазіргі уақытта жалпы рейтингі эксперт бір жолы дейді, 6359 жалпы очкосы бар екен. Екінші ешқандай жоқ. Әрине Steampunk'ты профиліне қойып қойды. Астына TikTok'ын жазып қойған ғой. Еще праймнан до конца көтеріп тастаған екен. 1800 очко. Ал ендеше біз бұның списканы көретін болсақ, мынандай заттар ойлап қарашы. Мынандай өте кереметтей жалпы заттар. Так, біз бұл естедік. Еще так, штан әңгілерді, Sakura, хип-хоп, әлтері ең керемет пропоз және Аджимани болсын арман екен ойнаш. Дәл осы бала. Ал ендеше енді бұның жалпы құртқан ақшасын еспейтін болсақ, бұл қазір уақытта жалпы осы дәл осы аккаунтның өзінің жалпы 12.082.172 теңге салған ойындаш. Дәл осы бала. Сонда бұл не деген игру? Бүгінгі видеода көріп отқандарындай біз Пакистан регионында ең қымбат аккаунт, яғни интернетте ең көп салынған аккаунттарды көрдік. Енді алда уақытта бізде жалпы қызықты видеолар өте көп шығып тұрды. Сол үшін маған тіркеліп және осы видеоға лайк бас және өздерінің керемет жалпы пікірлерін жаза кетіңдер. Егер де сендерге жалпы жаңа көрсеткен 10 аккаунттан сендерге ең қатты ұнаған қай аккаунт, соны осы видеоның комментариясына жазып, және осы видеоның кез келген жерінен әрине құпия иә сөзді тауып, және осы видеоның астына жазып кетіңдер. Өйткені мен сендерге кереметтей жалпы настройканы беретін боламын, кез келген телефонға арналған. Ал неше осы видеоны достармен бөлісуді ұмытпаңдар. Жалпы олар да жалпы Пакистан регионындағы ең қымбат аккаунттардың қандай екенін білсін және өздеріне ұнаған аккаунттарды жалпы жаза кетсін.